Тіл рухи күре тамыр, тілден үлкен ана жоқ. Тіл шегінсе ұлт мүлде жоқ, әрі ұлттық сана жоқ. Өз анасын шетке тебу ұрықсызға бақ бекен, бұл ғасырлық зұлымдықты қайқу ойлап тапты екен. Өз перзентін тек орысша оқытса ата-анасы, ана тілін ардақтауға жетпегені шамасы. Егер тамыр жайылмаса бала ана тілінде, туған тілін тұңғыш тұғыр ете алмаса білімге, ол әрине орысша ойлап тек орысша түс көрер. Оны баба табиғатқа бұру қиын күшпенен. Ана тілсіз дамыған соң сезім ойы санасы, түрі қазақ болғанымен, ол орыстың баласы. Өмірінен ана парқын шегергеннің бәрі де, яғни ана тілсіз өніп көгергеннің бәрі де, басқа анаға, басқа ұлтқа кеткен жандар бала боп, өз халқына олар енді жарытпайды, пана боп.